Бұрынғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Шал мен кемпір кедей болып, тұзақ құрып күндерін көреді екен. Бір күні шал тұзағын керіп қараса, бір қаз түсіп қалыпты. Шал қазды тұзақтан босатып бауыздайын десе, қаз шалға айтыпты: сен мені босат. Сен менен не сұрасаң, соны 1 жылдан кейін ал дейді. Шал мақұл көріп, қазды қоя береді. Үйіне келіп кемпіріне айтса, кемпірі ұрса жөнеледі. Шал сен түк білмейсің деп кемпіріне оның сөзін тыңдамай жүре береді. 1 жыл өтеді. Шал қазға бармақшы болады. Жүре бір жерге келсе, өңкей түйе жайылып жүр екен. Түйешіге келіп, бұл кімнің түйесі десе, бұл Қазыбайдың түйесі дейді. Бұл Қазыбай баяғы қаз екен деп ойланып жүріп кетеді. Тағы да бір жерге келіп, бұл кімнің қойы деп сұрайды. Қойшы бұл Қазыбайдың қойы дейді. Шал жаңағы қойшы баладан: шырағым, Қазыбайдың бұдан басқа тағы несі бар деп сұрайды. Бала шалға Қазыбайдың тағы 3 жақсы нәрсесі бар. Біреуі піс қазанын піс десе, әртүрлі тамақ пісіп шығады. Енді біреуі құс есегін құс десе, алтын құсады. Тағы біреуі ұр тоқпағын ұр десе, адамдарды ұра береді. Шал мақұл деп жүріп кетеді. Қазыбайдың ауылына келеді. Шал Қазыбайдан піс қазанын сұрайды. Қазыбай шалға піс қазанын береді. Шал алып үйіне келе жатса, бір жерде асық ойнап жүрген балалар: ата, асқа түс дейді. Шал асқа түседі. Үйге кіріп бара жатып, балаларға: шырақтарым, піс қазанын піс демеңдер деп, шал үйге кіріп кетеді. Балалар тыңдасын ба? Піс қазанын піс деп шулап қоя береді. Сүйдегенде әртүрлі тамақ пісіп даяр болады. Балалар қазанды айырбастап қояды. Шал қазанды үйіне апарып, піс қазанын піс десе, еш нәрсе піспейді. Шал қазанды алып, Қазыбайдың үйіне қайта келеді. Қазыбайға бұдан еш нәрсе шықпады дейді. Қазыбай қазанды алып, піс қазанын піс десе, еш нәрсе шықпайды. Қазыбай қазанның орнына шалға құс есекті беріп жібереді. Шал есекті алып үйіне қайтады. Жолда келе жатса, балалар шалға: ата, асқа түсіңіз дейді. Шал астындағы есектен түсіп, асқа түседі. Үйге кіріп бара жатып: шырақтарым, құс есегім құс демеңдер дейді. Балалар мақұл дейді. Шал үйге кірісімен-ақ балалар есекке: құс есегім құс десе, есек алтын құсады. Балалар есекті ауыстырып қояды. Шал есекті алып үйіне келеді. Кемпірі: қаздан алып келгенің осы ма деп ұрса жөнеледі. Шал есекке: құс есегім құс десе, есек ештеме құспайды. Шал есекті алып Қазыбайға тағы келеді. Есек еш нәрсе құспайды дейді. Қазыбай есекке: құс есегім құс десе, еш нәрсе шықпайды. Шалға Қазыбай ұр тоқпағын береді. Шал ұр тоқпақты алып келе жатса, баяғы жерде бір топ балалар ойнап жүр екен. Балалар шалға: ата, асқа түс дейді. Шал үйге кіріп бара жатып, балаларға: шырақтарым, ұр тоқпағым ұр демеңдер дейді. Шал үйге кірісімен, балалар: ұр тоқпағым ұр деп шуылдап қоя береді. Тоқпақ балалардың әрқайсысын ұрсын, ұрып жүр. Балалар ұр тоқпаққа жалынады. ойбай, біз қазанды, құс есегіңді берейік дейді. Шал келе жатып естіп қояды. Сөйтіп, біз қазанды, құс есекті бересіңдер ме дейді. Балалар мақұл, әкеліп береміз дейді. Шал ұр тоқпақты қойғызады. Балалар біз қазанды, құс есекті әкеліп береді.
Шал піс қазанды, бір тоқпақты, құс есекті алып үйіне келеді. Сөйтіп мұрат мақсатына жетеді.